Бүгін бізде нан палау істейміз. Бөлкен наннан қалып кеткен болған нанды майдалап қурадым. Сөйтіп оны майға мінекей қызартып қуырып жатырмын. Ал мұнда пияз, бір бас пияз шағын және 2 бас картопты чұқа етіп қуырып жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Осылай қуырып аламын жақсылап. Сөйтемін де бұған тұзын, дәмдеуіштерінің бәрін салып, мына жерде менің майым, наным, бөлкен наным мынандай болып қызыл болып қуырыла береді. Міне осындай болып қызыл болып қуырылған шығарады. Мына жерде енді мен қазір тұзын, дәмдеуіштер салам. Мінекей қазір приправа септім, жоғалап және тұз салдым. Мына қуырылып жатқан майымызға тұз салмаймыз, нанымызға. Тек мынаған саламыз. Енді осының үстінен қазір мен су құямын. Шамалы картофель пісу үшін мен мына жерде дайын қайнаған суды құйып жатырмын. Аса көп суды құймаймыз. Бір пісуге көп қоямыз. Осылай пісе береді. Картофель өздеріңізден шығар. Ал мұнда нанымызды жақсылап қызартып, қалай десем екен, қатырлақ қылып қуыра береміз ғой. Бөлкен нан бірақ аса қатырлық болмайды. Мен бала күнімде шешем осылай бөлкен емес, енді ол кезде шешем тапаннан жабатын. Сол тапаннанмен жасап беретін. Нан қалып кетеді ғой. Келесі нан жапқан кезде ана есіп жасап тұрған нанды бір күндік нан жегіміз келмей қалады. Сол кезде жеп қойсын деп, нанның обалына қалмайық деп, сонда шешем сол нанды турап осындай нан палау жасап беретін. Өте дәмді етіп қуырып, сонда талас жеп қоятын. Мен өзім сол нан палауын шешемнің және уха деп айтатын, балықтан жасаған сопасын өте қатты жақсы көретін. Әлі күнге дейін есімде. Содан мен бүгін отырып, енді мына бөлкен нан қалып жатыр екен. Неге істемеске осы мына бөлкен нанды деп қуырып жасап жатырмын. Бұл бірінші жасап жатқан жоқпын, әрине алдында да істеп жүргеніміз, осылай қалдырмай, нанның обалына қалмай деп, қазақпыз ғой, нанды қадірлеп, құрметтеп, барлық адамдарды осы нанды құрметтейді деп ойлаймын. Нан бар жерде ас бар, нан бар жерде сән бар демекші. Мінекей біздің картофеліміз қайнап жатыр. Картоп піскенше осылай қайнайды да, сосын сол картоптың үстіне мына қатты қуырылған нанымызды, бөлкен нанымызды салып, картопты бір 5 минутқа ғана бұқтырамыз ғой. Нанымыз осылай қатты қуырылғанша, алдында өзі салған кезде байқасаңыздар өте жұмсақ болып тұрады, үгітіліп, ал қуырыла бастаған кезде міне осылай дауыс шығады. Уже қуырылғаны білінді. Көрсеңіз міне қата бастады. Алдында жұмсақ болатын нанымыз қазір уже қуырылып, қатты болып, дәл осылай дауыс шығарады дайын болған кезде. Осылай қуыра береміз. Барынша қызыл майға қуырылған сайын бұл өте дәмді болып шығады. Міне менің наным қуырылып болды, өте керемет болып шықты. Ал менің көріп тұрғанда енді осыны салат мына нанымды. Өте керемет шықты. Міне нанымды салып болдым, көп тұрғандарыңызға. Енді осы суы, көмбет суы астында, суды бетіне дейінеміз, сол судың үстіне салдық. Енді бұны бұқтырып, баяу отта қоямыз. Жай отқа қоюға болмайды, баяу отта бұқтырып қоямыз. Енді міне нан палауымыздан шамалы қазір бұқтырылып отыр ғой, көрсеткім келіп тұр. Жаңағы қатты нанымыз міне уже былқылдап, жұмсақ, дәмді болып жатыр. Бір араластап қойсақ та болады. Енді бұлай бір араластырамыз. Өйткені асты жұмсақ болып қалып, үсті сәл көрінмей қалмасын деп.
Көрдіңіздер ме? Жұмсақ әдемі пісіп жатыр. Осылай араластырып алдық. Мына осылай араластырып алдық. Міне біздің нанымыз жұмсарды, дәмді, жұмсақ болып тұр. Картопымыз да пісті. Егер де сәл қаттылау десеңіздер, әрине шамалы су бүркіп алсаңыздар да болады. Енді осыны бір 3 минутқа қоямыз, сонымен тамағымыз дайын болады. Міне өздеріңізге өткен 3 минуттан кейін біздің тамағымыз дайын болды. Енді бұл тамағымызды алып саламыз. Міне керемет, иісі де керемет болып тұр. Енді осының үстіне өздеріңізге қажетті қызанақтарыңызды салып, тәрелкемізге салып жатырмыз. Жұмсақ. Өте керемет. Қазір міне ыстығынан буланып жатыр тамағымызда. Міне тамағымыз дайын болды. Әрине бұны көкөністер, петрушка сеуіп те, салат салып та жіберсеңіздер болады. Әрлеп тамашалап, керемет болды тамағымыз. Енді көріп тұрсаңыз, өте дәмді.